Кульписова Сания Серікбаевна 1985 жылы туғанмын. Алғашқы еңбек жолымды 2006 жылы ауыл мектебінен бастағам. Тарих, география пәні мұғалім болып жұмыс жасадым. Қазіргі уақытта Астана политехникалық жоғарғы колледжінде география пәні оқытушы болып жұмыс жасаймын. Бүгін менде программистер тобында география сабағы. Сабағымызды бастамай тұрып, болсақтығын жаңағыдай екі сөзімен бастағым келіп тұр. Күннің көзі ортақ, жастың сөзі ортақ. Біз сөзді қалай түсінеміз? Ортақ, иә? Жалпы мемлекеттер төрт түрге жіктеледі. Ол бізде шашыраңқы, біртұтас, созылыңқы және де анклавты жерлер. Біртұтас аумақты алып жатқан мемлекеттерге қандай мемлекеттер жатады? Келесі тағы да үй тапсырмасын кім айтады? Мемлекеттер, созылыңқы пішінді мемлекеттер дегеніміз, ол ұзынан ұзақ созылып жататын мемлекеттер. Оған бізде Вьетнам жатады, Италия жатады. Мемлекеттердің кемшіліктері қандай? Бүгінгі жаңа тақырыбымыз бізде жазып қойдық. Дәптерін ашып бүгінгі күні жазамыз. Мемлекеттік шекаралар. Мемлекеттік шекаралардың функциялары бар. Осы үш функцияға тоқталып кетейік. Бөлуші функция, жалғастырушы, сүзгілік функция. Үшінші функция дегеніміз Білім алушылардың қызығушылығын ескере отырып, құштарлығын арттыру үшін сабақты, қызықты, пайдалы өткізуге тырысамын. Қазіргі студенттердің ой-өрісі дамыған, қызығушылығы жоғары, сабақты тез меңгереді және өз ойларын ашық айта алады. Келесі жасанды шекара дегеніміз, ал сіздерге енді тапсырма Қазақстан физикалық картасын пайдаланып, еліміздегі шекаралардың тарихи шектерін, өтетін бөліктерін анықтаймыз. Бұл үшін Google планета электронды приложение бар, соны ашып анықтаймыз, тапсырманы орындаймыз. Ал бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, сіздерге мынандай сұрақ. Мемлекеттік шекаралардың қандай функциялары бар? Жалғастырушы және сүзгілік. Ал бүгінгі сабақты біз қандай жаңа мәлімет алдыңдар? Алған мәліметтеріңді достармен бөлісесіздер ме? Осы ұяшықтардың біреуін таңдаймыз, шығып кері байланысқа жауабымыз. Кері байланысқа отырсам, сабақ барлығын анатты, басып көпшілігін бұдан есімен сақтаған. Таңдапты және досымен бөлісем деп бір сөйлеп жаңа белгілеп. Бүгінгі үй тапсырмасын жазып аламыз дәптеріңізге. Бүгінгі мен сабағым аяқталды, жұмыс күнім де осымен аяқталды.